Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін асқабақтың адам ағзасына пайдасы туралы айтамыз. Көпшілігіміз күнделікті пайдаға асырып жүрген асқабақтың ағзамызға тигізер пайдасы жөнінде біле бермейміз. Асқабақ өнімдерін пайдаланудың да өзіндік артықшылықтары бар екен. Асқабақтың құрамында кальций, цинк, марганец, фосфор, йод, фтор мен магний элементтері жеткілікті. Асқабақты склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандар көптеп пайдалануы керек. Асқабақ артық салмақтан арылуға көмек береді. Асқабақты жүктілік кезінде де қолданған жөн. Әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды, әрі сәбиге өте пайдалы. Асқабақ шырынын қабылдау суық мезгілде пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруынан зардап шексеңіз, асқабақ шырынын ішіңіз. Асқабақ дәнінің құрамында цинк пен белок жеткілікті. Олар асқазан мен ішек, сонымен бірге бауыр ауруларымен күресуге көп көмегін береді. Егер сіз тері түлеуіне немесе тері ауруларына жиі тап болсаңыз, асқабақты қолданысқа енгізіңіз. Әлем диетологтары артық салмақпен күресетін адамдарға асқабақ жеуді ұсынады. Арықтау үшін бұл жидек таптырмайтын құрал. Өйткені асқабақта зат алмасуды жылдамдататын, әрі ас қорытуды жақсартатын Т дәрумені бар. Сондықтан асқабақты ет тағамдарына арналған ең үздік гарнир деуге толық негіз бар. Асқабақтан шырын дайындалған өте пайдалы, әсіресе қан азыққа қарсы керемет ем. Өйткені шырын құрамында темірдің мөлшері өте көп. Сондай-ақ асқабақ ұлпасында кальций мен калий өте көп. Каротин көлемі де асқабақта сәбізге қарағанда көп. Сол себепті көзі нашар көретін адамдарға асқабақ шырынын ұсынуға болады. Асқабақ шырыны бүйрек, бауыр және қуық қалбыршағы үшін ем. Бұл үшін асқабақты шикілей жеген дұрыс. Егер ол дәмсіз көрінсе, қайнатып алыңыз. Айта кету керек, асқабақ ұлпасында калий тұзы бар. Іш өтіп ауырғанда асқабақ шырынын ішуге кеңес береді. Емшектегі сәбилер үшін де асқабақтан дәмді пюре дайындауға болады. Ал қызыл түстегі заттар балалардың аллергиясын қоздырады деп ойлаудың қажеті жоқ. Бұл дұрыс емес. Бұл жидек ешқашан аллергия шақырған емес. Сондықтан да емшектегі сәбилер үшін асқабақ пайдалы әрі дәмді тағам болып табылады. Асқабақ құрамында жасынық, А, продәрумені мен пектинді заттар кездеседі. Асқабақтан пюре жасап қана қоймай, шырынын берсеңіз де болады. Асқабақ шырыны сәбіз немесе алма шырынымен керемет үйлесім табады. Берілген ақпарат ұнаса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.